Бәріңізге сәлем. Сіздермен әрине біз желі каналы. Біз сіздерді жаңа стильде сіздер үшін барымызды саламыз. Қысқа сөздің тобықтай түйіні. Осы видеоға кереметтей лүпіліңізді басып, арнаға жазылып, және де қоңыржаушаны бір сілкіндіріп қойыңыз. Себебі біздің алдағы қызықты әрі пайдалы сізге көмектесетін видеолардың түр-түрі шығады. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз шаштағы қайызғақты қалай кетіруге болады, қайызғақтың шығу себептері туралы айтылатын болады. Мамандардың айтуынша, бас терісіне ауа өткізбей, соның салдарынан шаштың әлсіреуіне әкеп соқтыратын қайызғақтың жер бетінде әрбір үшінші адам зардап шегеді. Негізінен қайызғақ шашты дұрыс күтпегеннен, ағзадағы зат айналымының бұзылуынан, жүйке жүйенің зақымдануынан және дәрумендердің жетіспеушілігіне пайда болады. Қайызғақты кетірудің бірнеше жолдары бар. Ол ең алдымен толыққанды демалыс пен дұрыс тамақтану, ащы, тұзды, майлы және қуырылған тағамдарды тұтынуды азайту керек. Сол сияқты көмірсуға бай өнімдерді, яғни тәттілер мен ұннан жасалған тағамдарды да аз жеген абзал. Оның есесіне ас мәзіріне сүт өнімдерін, көкөністер мен жеміс-жидектер қорын мойласаңыз құба-құп болады. Тағы бір айта кететін жайт, қайызғақ жұқпалы болып келетіндіктен жеке бас гигиенасы қатаң сақтау қажет. Яғни шаш күтіміне арналған құрал-жабдықтарды жеке өзіңіз пайдаланғаныңыз жөн. Шаштың түбі тері қабатындағы шаш ұясында болады. Шаштың құрылысы өте күрделі, олар өте нәзік және оңай жарақаттанады. Шаш қалыпты, құрғақ, майлы болып үшке бөлінеді. Қалыпты шаш қайызғақты жоқ, майысқақ, жылтыр болады. Мұндай шаштар ерекше күтімді қажет етпейді. Құрғақ шаш жеңіл және жұмсақ, тез сынғыш келеді. Майысқақтығы мен түсін тез жоғалтады. Мұндай шаштарға алдымен дымқыл жетіспейді. Майлы шаш жуғаннан кейін әдемі қалыпты шаш болады, бірақ ертең өзінің әдемілігін айырылып майланып кетеді. Бұл артық май безінің қызметіне байланысты болады. Қайызғақ ол басын терісінен бөлінуінен болады, сондықтан басыңызды өте ыстық суға жумағаныңыз жақсы. Сосын бас жуғанда басыңызды тырнағыңызбен тырналамай, саусақтарыңызбен ұшымен ақыры массаж жасағандай етіп уқалаңыз. Қайызғаққа қарсы шампуньмен. Әдемі шаштар оларды дұрыс күтудің нәтижесіне ғана болмайды. Жеп ішетін тағамдарды, дәрумендер мен минералдар да шашты мықтылығына іштей әсер береді. А, С, Е дәрумендері шашқа күш пен көлем береді. Және де ең қайызғақты кетіретін тәсілі ол низарол шампунь. Бұл қайызғақты кетіріп қана қоймай шашты суынуынан қорғайды. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бізден сапалы әрі пайдалы видео, сізден лайк басып арнаға тіркелу болғаны. Бізге қуаныш, сізге шаттық. Сіздермен болған желі каналы, келесі видеода көріскенше.